зайырлы мемлекет болғаннан кейін бірінші кезекте зайырлы мемлекеттік ұстанымды ұстау керек, қоғамдық құндылықтарды біріншіде жастар білімге қарай бағыттауымыз керек. Негізгі мақсаты мемлекеттің, зайырлы мемлекеттің негізгі мақсаты өсіп өркендеу, даму, жастарымыз білімге, ғылымға, зайырлыққа, спортқа қарай бет бұрса екен, одан кейін қала берді аталы салт дәстүрмен өмір сүрсе екен. Бізде өздеріңіз білесіздер, жат ағымдар көбейіп кетті, қыздарымыз қап-қара тұмшаланып киіп жатқан. Оны кеше құрылтай 4-ші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзі де айтты. Қазақ болып дүниеге келдік пе, қазақ болып дүниеден өтеміз. Біздің ата-бабаларымыздың жасап кеткен тамаша сара жолы бар, салт дәстүрі бар, әдет ғұрпы бар. Егер осыдан таймай, адаспай, білімге, ғылымға қарай бет бұратын болса, жаңалық ашатын болса, мен ойлаймын, мемлекетіміз мықты дамиды. Оған барлық бізде потенциал бар. Конституциямызда, ата заңымызда жазылып тұрған нормалардың бәрінен ауытқымай жұмыс істейтін болатын болса, мен ойлаймын, ол дұрыс болады. Бауыржан атамыздың сөзі бар ғой, тәртіпке барың құл болмай, тәртіпсіз ел болмайды дейді. Сондықтан тәртіп болу керек барлық жерде. Заңдылықтың үстемділігі болу керек. Осы бағытта тек қана ол президентке емес, өкіметке емес, әкімдерге ғана байланысты емес, жалпы халық болып жұмыс жасауымыз керек. Қаншама ұлттар бар, не жері жоқ, не туы жоқ, не мемлекеті жоқ өзінің. Сондықтан біздің осындай байтақ жеріміз барына, осындай еліміз барына, мемлекетіміз барына қызғанышпен қарайтындар да бар. Қызғанышпен, басқа бір жаман пиғылдармен қарайтындар бар. Оның бәрін біз ескеруіміз керек. Қазақстанның әрбір азаматы келешекті ойлап, болашақты ойлап, осындай ашық аспанда өмір сүретін, дамыған, қауіпсіз мемлекетте өмір сүру үшін бізге тек қана бүгінгі таңда бірлік керек, татулық керек, аянбай еңбек етуіміз керек.